Ассалаумағалейкум, қазіреті гараж көрермені. Көп көріспедік, бір ай болды, бірақ өте көп жұмыстар атқарылды. Сол жұмыстардың барлығын осы ұзақ видеоға сыйғызуға тырыстық. Ұзақ видео әдеттегіден, өйткені контентке толы, әрбір минутында керекті ақпараттар, неше түрлі мағлұматтар және де қызықты сәттер толып тұр. Сол үшін жақсылап ыңғайланып отырып, жақсылап көріп, кейін артынан пікір қалдырып, өз ойларыңды жаза кетіңдер. Мен барынша не жасалып жатқанымен, жік-жігімен көрсетуге тырыстым. Басында кондер жөндедік, одан кейін лобовой ауыстырдық, одан кейін электрикке бардық, одан кейін ходовкасын жөндедік, одан кейін ең соңына десертке біз дисктарды боядық. Нәтижесі қалай болғанын бірге отырып тамашалайық. Кеттік. Кейінденде беттет, сөйтіп жүріп босқа бір күнің өтет. Шығындарын бәрін ешкім саған бермейді өтеп, ақшаны ауаға өртеп, ашуланып мәшіннің аяғынан біртеп. Басталады тағы бір күн, ертең сол қайта кезегіме келдім. Төрт сағат күтіп уақыт өтті біраз, күн жан тұр далада жаз. Еркеңдес диагностика жасап жатыр. Компьютерді қосып қойып, не деп жатыр? Шөпері. Смотрим. Жай планшетпен, телефонмен ғана емес, көрдіңіз бе, компьютерді қосып қойып, әрқайсысын деталіне қарап жатыр. Сосын маған ой келді да, может мен қараға боямайын, өйткені көп адамдар айтып отыр. Қараға бояма, мына жақта сен родной краскасын құртасың депші. Родной краскасын құртқым келіп тұрған жоқ, толщинамен бәрі ровно шығып тұр. Сосын ойладым, ана 2004-те Limited Edition деген версия шыққан еді. Мынандай асты мынандай жері андай сарылау, бежевый түсті, қоңырқай, сары қоңырқай бежевый түс бар ғой. Сондай болып мынандай жағып кеткен да. Сосын осындай қылып істейін ба деп ойладым да, кейін ескі машиналарға ұқсап қалатын сияқты болды да. Көшеде жүрген кезде көрдім, ана Тойоталар жүреді, бұрында сондай ана бар ғой, 20-калар, сосын анау Чайзерлер, сосын Марк 2-лардың барлығы сондай болып жүргеннен кейін, и крузактары, ескі крузактары сөйтіп екі түрлі түсті, мынандай үсті ақ, астында бежевый болып жүргеннен кейін менің көңілім қайтып, ондай қылып боямайын деп шештім. Ең басты қазір сыртының барлығын и техникалық состояниясын идеалға жеткізіп алайын. Сосын ары қарай көре жатамыз, Араларыңызда электриктер бар ма? Автоэлектриктер қарап отқан, мына теманы түсініп жатсыздар ма? Мен вообще түсінбеймін, мысалы бұндай. Мына жақта қаншама схема, қаншама не. Еркін, короче, таршылдатып тауып тастайын дейді ғой. Получается, менде компрессорым істеп тұр, давленияны вообще терять етпей, давленияны шығарып тастамайды, ешқайда тұрады, қанша құйып қойса да. Но кнопканы басқан кезде мына жаққа команда келмейді, қосыл деген. Қосылмайды үшін мына жақта. Соны таппай жатырмыз қазір. Осыны шешіп алсақ, ертең кондиционермен кайфовать етілем. Айтпақшы, сұраған адамдар болған екен, кондиционер бар ма мына машинада деп. Бар, кондиционер жасап тұр, бірақтан бір мәселесі болып тұр да, соны шешіп жатырмыз. Ура, ура, ура! Табылды проблема. Міне мына датчикте асты, получается, үзіліп кеткен контактісі. Үзіліп кеткен. Бұл не датчик? Неге жауап беретін? Датчик давления фреона низкого. Ременге қажалып, Ременге қажалып кетіп қойған екен. Яғни фреонның давлениясының датчигі ғой міне мынау. Ай, красавчик братан. Болды, енді қазір мынаны тоғын жалғаймыз, и все идеально работает, да, кондиционер. Все, машинаны идеалға давай ететін боламыз. Мыналарды алып тастаймыз, құдай қаласа. Мүлдем. Сосын ана жақта ошибка жанып тұр, airbag, оны кетіріп тастаймыз. Міне 15 минуттан кейін кондер қосылды. Қазір кондер жұмыс жасап тұр. Асты қостым, асты еңлайды, АЭСті қостым. Кондер жұмыс жасады, бірақтан әлі қатты су құрып тұрған жоқ. Өйткені бағана кондер заправить ететін кісілер айтқан болатын. Біз саған до конца заправить етпейміз. Өйткені просто қосылғанға, кондер қосылғанға жетсе болды деп. Ертең келесің, давлениеңмен өлшеп, как положено қосып береміз деген еді. Ой-ой-ой, міне сіздер алдында airbagты байқаған едіңіздер, жанып тұр екен деп. Airbagты өшірдік. Оказывается, мынау пассажирскийда отыратын ремень бар ғой, ременнің ішіндегі датчик екен. Міне airbagты өшірдік. Чек өшті, құдай қаласа EGR деген бар. Андай воздух несі, ауа келіп, ауа артқа кететін. Соны тазалаймыз, одан кейін бензин насосы ауыстырамыз. Мүлдем чек жанбайтын болады, мүлдем airbag жанбайды енді. Тап-таза болып тұрады. Кайф. Құдай қаласа рульді де ауыстырамыз. Мына жері ағаш руль бар, мынандай дерево, прям мынандай. Сондай ағаш руль іздеп, тауып қоятын боламын. Көлікті идеал
идеальный состояниеге идеал кылатын боламыз, идеалга жеткизетін боламыз, Кудай кааласа. Все, мына колхоз туманниктерди алып тастап атырмыз. Сіздер сұрадыңыздар, эмне ойландыңыз? Мен білмеймін не келгенін, маған ол керек емес негізі, осылай келді просто машина. Қанша жыл болған сияқты, ана қарасаңыздар, астында орны қалып қалған прям. Мына тұрғандарына. Все алып тастап атырмыз. Мынандай тоқтардың бәрін таптық уже. Мынаны жалғау үшін, прикиньте, андай 220 бар ғой, 220-лық тоқ үйдегі прям тройниктің тоғы. Сондайды жалғақ болған ғой міне. Ненің тоғы шана удлинительдің үйдегі. Мына ошибкасы жүрген қандай кайф қарасаңыздаршы, бірде бір ошибка болмайшы. Кайф ғой. Мынаның бәрін өшіріп тастадым, өйткені кондиционерге ертең давлениясын дұрыстаймыз фрионның. Содан кейін кондермен жүрем, Құдай қаласа бәрін өшіріп тастадым. Так, мына ошибкасыз ештеңкесі кетіп қалатымыз. Қайтадан жанбайды, өйткені барлығын устранить еттік. Түн батып, таң атып, келесі күн болды. Бүгін біз дәл қазіргі сәтте лобовой ауыстыруға және де кондиционерге фрионды толтырып, давлениясын түзетіп, одан кейін аспасының, яғни ходовкасының заттарын алуға шықтық. Көлігін тұр, қараңыздаршы. Ой-ой-ой-ой. Не деген әдемі көлік, мынау құрсын. Әні номер өз орнында. Квадратный номер маған ұнамайды, сол үшін Альфардта жақта ұзын номерді естісек қой. ХРТ болып тұр енді машина. Қандай кайф қой, естіп келіп, кодпен ашып дейін десем, кодпен ашып деп тұрған жоқ. Белсіз тұртты ашып салып. Бұна сезімді айтып жеткізіп. Ой-ой-ой-ой. Бісміллә деп. Сол себепті өшірмей соңына дейін көріңіздер, неше түрлі кеңестер, неше түрлі сіздерге арналған ұсыныстар болатын болады. Все, міне ізін суытпай бірден кондиционерге қазір давлениясын реттеуге келдік. Давлениясын реттеп и болды. Давлениясын жоғарлатып берсе, уже компрессор қосылып тұр, жұмыс жасап тұр. Кондиционермен, кондер, шмандермен қалада жүреміз. Давление төмендейді. Окна. Терезелерін жап дейді. Терезелерін жабайық. Мотор ровно жұмыс жасап тұр. Ананы ауыстырып оны двигатель. Енді Құдай қаласа бәрін бітіргеннен кейін жуам машинаның моторын. Барлығын бітірейін, Құдай қаласа. Холодильник болады ғой мынаның. Смотри, когда вот ты ездишь на улице, вот сейчас в данный момент где-то 30 градусов. И не надо... На Мерсе смотрел. Вот видишь, вот эта кнопка. Да, когда да, кондер включаешь, он у тебя получается будет внутри салона брать воздух. Лучше не это, с улицы. Да, это ему, лучше, да? Да, ему проще охладить салонный воздух, чем с улицы 30 градусов брать и сюда подавать салон. Сразу надо, короче, сразу выключать. На кондере, если ездишь, только эта кнопка, все. А здесь уже сам как хочешь, так и регулируешь себе. Кондерді толтырып алдық, заправить етіп алдық, 9-да 1 қазір көрсетіп тұр уровень. 12 болса да нормально дейді, 9-да 1 өте жақсы дейді. Қатты прям холодильник көріп тұр. Құдайға шүкір. Чек жанды, ана ЕГР-ді тазалаймыз ертең. Алла қаласа, ходовканы істеген кезде сразу бензинасын состырып, ЕГР деген датчик тазалап жібереміз. Воздух испаритель, вот чек кетеді. Смотри, он еще падает. 8-де 9 болды уже. Еще бұл нақаластық тоқтап тұрған кезінде, жүрген кезде тіпті түседі ғой, Құдай қаласа. Мына Карситиға келдім, қазір бұл жақта прикиньте, бүкіл қаладан осындай американецтермен айналысатын адамдар таппаған лобовойды Карситидағы бір жігіттер тапты. И қазір соны складтан алып келген күтіп жатырмыз. И көліктің сіздер көлемін қараңыздаршы, мысалы жаңында мындай машина тұрды. И мына көліктің көлемін қараңыздар, жаңында 35-ка ма, 30-ка ма, Toyota тұр, Volkswagen тұр, мына жақта мына Camry'лар тұр. Қараңыздаршы мына. Қазір еще айна сұрайтын боламыз. Задний камерасымен бірге, өйткені арты үлкен.
парктрониктарына қатты сенген күннің өзінде де андай қорқасың кішкене, сол үшін камера керек. Біз көлігімізді идеальный қылайын деп жатырмық қой, сол үшін бізге и камера керек, и сразу не керек, жазып отыратын регистратор керек. Бірге соны алатын боламыз. Жігіттер, мына жақта мен қазір лобовой ауыстырайын деп жатырмын ғой, и бір машина көріп қалдым да, мына Виндомды. Мынаның жағдайын қараңыздаршы. 70 000 пробегпен Япониядан келген дейді. Қырғызстан арқылы кіргізіп алған ғой, Қырғызстанға учетқа қойып. Салон болып тұр дейді ғой, жағдайының барлығы. Asi ашып мен сыртын бір көрсетейін. Әлі бүкіл мынандай наклейкалары, биркалары орнында тұр ғой мына. 4-еуін алып келгем дейді осындай дейді. Қазақстанға міне limited edition дейді. Бағасы қанша деп ойлайсыздар мынаның? Жағдайы енді өте керемет. Тіпті керемет десе де болады. Жаңа қараңыздар. Антеннасын өзіне естіп тұр ғой. Капотты ашып көрсетші. Салонда ғана несін өзі тұр ғой, вилюрдің үстіндегі ғана қойып қоятын накидкалар. Мәсі. Жұмағансың өзі осылай келген, Қазір бағасын соңында айтам. Бірінші қарабасын. Қараңыздар. Мынау Японияда, біздегі кухнядағы тұратын перделер бұл люкс болып саналады, андай үлкен кәдімгі престиж болып саналады. Таза тұру үшін. Ол Японияда мынаны алады да, кірлеп кетсе, осыны жуып, қайттан іліп қойып, сөйтіп жүреді. Запасной іліп қойып, мынаны жуып, сөйтіп жүреді. Біз киімімізді қалай жуып ауыстырамыз. Дәл солай Японияда ауыстырады. Япониядан келген. Оны Япониядан келген ароматизаторының өзі тұр ғой, өзімен бірге. Не ол? Айнасы солай, бәрін көрсету үшін. Қойып алғансың осындай? Но қанша тұрады осы айна мен қойып? Сол жақтан келген. Ол сол жақтан. Задний камера бәрі. Көрдіңіздер ма? Керемет, не айтамыз? Кәдімгі японский лакшери ғой, мына японский лакшери. Ана поликтарының әдемсінай. Енді ең қызығына келдік, ең қызығына. Міне қараңыздар, таблеткасы әдем болып тұр. Таблеткасы. Енді ең қызығы моторын көрдіңіздер, салонын көрдіңіздер, сыртқы жағдайын көрдіңіздер. Бұл әшейін андай көріп қалдым да, и осы көрсете салайыншы дедім да, мынау көрсетуге тұрарлық машина ғой деп сөйтіп көрсетіп жатырмын. Енді өз айтсын, бағасы қанша? Бағасы 4,5 миллион. 4,5 миллион теңге дейді бағасы. Қырғыз учетпен. Осындай тап-таза, почти жаңа машинаны. Аукционда 4 бал ғой. 4 бал аукционда. 4 деген жақсы ғой. Мына қараңыздаршы. Андай распил болып келмеген ба? Распил сосын конструктормен келеді ғой, жиналып шашылып. Тура осылай келген, Аукциондағы бағасы 4 б дейді. Короче, Car-City міне тұр. Car-City'ге қарап тұрған кезде оң жағындағы көше бар ғой. Соның шетінде мынандай бутик бар. Сияқты Али деген өздерін сияқты Казета гараждың оқырманы бар. Личный фанатымын еркекше. Достойно видеолар түсіреді ғой. Сол үшін ол жаққа келіңдер ана. Казета гараждан деп келсеңдер, любой нәрсеге скидка жасап береді, өлтіріп тұр. Короче, андай задний камера айна алатын болсаңдар, біз қазір Car-City'дің ішінде барлығын қарадық. Неше түрлі варианттар предлагать етеді, онша емес. Именно Tessa T17 деген әдемі екен, Tessa, Lesa T17 деген әдемі екен. Еще Али айтады, брат, мен саған Ялянда вообще арзан алып келіп беремін дейді ғой. Оптовый. Ялянда оптовый бағасы вообще арзан екен. Жестко арзан екен. Сол үшін егер именно сондай камера керек болса, Ялянға барыңдар. Алматыда болсыңдар. Баға іздеп қойған досыңдар. Жоқ, сенің дұрыс жолдарды көрсететін досың. Экономист досың. Экономист досың бар. Мына лобовой ауыстыратын жерге келдім, мен де білесіздер ма, үлкен трещина мына. Мына жақтан басталған. Бұлайынан. Ана жаққа кетіп қойған. Жартысын ары қарай кетіп қойған. Еще мына жерде бар.
Мына жерде де бар, міне сынған, общем сынған ауыстырамыз қазір. Соңында бағалары қанша шыққанын айтатын боламын, барлық заттардың не істетіп жатыр барлығын. Анан салонный фильтр никогда ауыстырмаған сияқты ғой. Мынаның түрін қарасаңыздар, не болып кеткен. Мынандай салонный фильтрді мен бірінші рет көріп тұрмын. Қалай мынандай болып кетуге болады, ей-ой. Алдыңғы қожайына нәке алтын сырға немене береді мынау? Мына деген 5-10 теңге тұратын нәрсе ғой, мынаны ауыстырып отыру керек қой каждый раз. Менікінде фильтр болмайды екен негізі. Ол самодельный екен, қолдан жасалған. И біз мына ұқсайтын, максимально ұқсайтын широкий еткен таптық, размерлері келіп, бірақ ұзын. Мына жерден кесесінде сыртынан губка істеп, дәл осылайынан салып қоя сал дейді ғой. Солай келеді дейді. Барлығымыз американецтер, біз осы жерден мына недегі Карситидағы 10-ші бутиктан 4-ші ярустан аламыз бүкіл нәрселерді. Қазір енді осыны кесіп, подбирать етіп, салып қоямыз айтсам, мына болмайды уже никак. Мына воздушный фильтрін сразу ауыстырсам деді. Мына менің воздушный фильтрім, мына менің салонный фильтрім. Қазір екеуін бірге алып барып ауыстырып тастаймыз. Тарс, сақыр, сұқыр, идеально болу керек менің машинам. Қазір лобовойды шығарып жатырмыз. Менде еще лобовойдың астынан андай молдингтер болады екен, андай темірлері, креплениялары көп түседі. Қиынға соғып отыр. Шығарған қиынға соғып отыр негізі. Серлеп тұрып бір нәрсе шығарып отыр анда-санда. Короче, тоқпа бір нәрсе өтіп отыр екен. Сигнализациянікі ма бір нәрсенікі, соны үзіп алмайық деп тартып отыр. Опа, анау сетті деп. Жоғатқан жоқ үшін. Короче, жеге бұған дейін дұрыс емес жабыстырылған екен лобовой. Сол себептен су кіріп, кішкене жерде уже шіріктер пайда бола бастапты. Қазір бұның барлығын алып тастап, болгаркамен тазалап, қайтадан орнына қоятын болады. Бірақ мындайға жеткізбеу керек, сол үшін тексерілген жақсы жерлерге апарып қойып тұрсаңыздар, не нәрсе қойып тұратын болсаңыздар. Вот здесь, брат, не держалось. Вот. А, не держалось, да? Не держалось, с той стороны тоже. Ана дәл қазіргі сәтте балкаркамен анау шіріген жерлерін бәрін кетірейін деп жатырмын. Егер өйстіп шіріген, мысалы дұрыс емес крейт еткен болса, сіздердің дұрыс емес жабыстырған болса, егер астында өйстіп су кіріп, осындай шіріктер пайда болатын болса, қысты күні лобовойдан су кіреді екен. Сол себепті дұрыс жерге алып барсаңыздар, мынандайларсыз дұрыс лобовой клеймен дұрыстап жабыстырып береді. Қымбатырақ аямау керек та негізі. Істегеннен жақсылап істеу керек қой. Бір істеп қойсыздар, зат тұрады одан кейін. Скупой платит дважды деген бар ғой. Қазақшасын білмеймін. Убрать. Сейчас она мелкая же есть, Куда не долез. И вот эта мелкая сейчас уберет, и еще она цинковый слой дает. Антиржавчина, да? Короче, 10 минуттың ішінде енді анан барлығын болгаркамен не істеді ғой, ржавчинаның бәрін алды. Енді уже бір ізін қалдырмас үшін үстінен тағы да шіруге қарсы бір химияны септі. Антиржавчина деп аталады екен. Машинаны сүйсең, менше сүй болып отыр. Барлығын істеу керек осылай. Өйткені барлық жері өте жақсы екен, сен өзің білу керексің да, жүрегің білу керек та. Міне до металла деген осы ғой. Металл қалды қазір. Енді қазір обезжирить етіп, майсыздандырып, сосын бояп тастаймыз. Это завод болады. Это білем мен кішірмеген екен. Міне мына жақты қазір праймермен бояп шықты. Полностью как пора праймерно. А в чем разница праймера? Что это такое? Праймер? Ага. Это такая краска, которая делает адгезию создает, да. Стыкуется герметик и стекло очень хорошо, и
Клейкость улучшает герметик. В общем, клей жақсы болады дейді герметиктің. Как его, да? Вон, Амир, вот его бери и он посмотрит. Он не загонит, посмотри, там 18 машин. Ты посмотри, что там. Скажи. Салам алейкум. Сегодня одному на прерии говорит, выезжай, что стоишь? Как хорошо. Алпысымен айлап қойған. Со всеми делами, да? Что держишь? Убежалась. Протереть нужно было, да, наверное? А не, зачем? Быстро разгонишься. Ай, подожди. Девушка. Я хотел мобик попробовать. Да, и меня заморали. Нужно было вот эти одеть сначала. Черокидің несін фильтрін өлтіріп тұрып істеп алдық міне. Мынандай губка бар екен, өзі самоклеющий, сондай губкамен ұрдып айналдырып шықты. Оның сыртынан қағаз скотчпен. Міне фильтр уражан болды, қазір орнына салам. Лобовой орнында дерзкий болып тұр. Идеально болды ғой қаласа. Все, уже машинаны жинап жатыр. Лобовой дерзкий қойылды, әдемі. Дворниктан сразу алып тастадым. Мен жаңа лобовой сыру мүмкін ғой, ескілер деп жаңа дворниктар қойып тастадым. Болды. Қазір енді үйге қайтпаймыз. Қазір барып, дальше ходовкасының запчастары бар. Полностью рычагтарын барлығын барып сатып аламыз қазір. Міне бір целый күніміз осылай өтті. Қазір енді теп-тегіс жап-жаңа лобовоймен кетіп бара жатырмыз, әдемі. Бүкіл әлемді жаңадан көріп отқан сияқты сезім болып отыр. Ары қарай енді аспасының саймандарын алуға барамыз. Ходовканың заттары. Қазір бізді күтіп отыр ана жақта. 4 рычаг алам бірден. Системда рычагтарының сайлен блоктары бәрі жақсы деді. Разбордан 40 000 километр жүрген машинаныкі деді. Уже жап-жаңа деді. Бұлар 200-300-ге дейін шыдайды, сол үшін 40 деген ол жап-жаңа. Соны қазір бірге алуға барамыз. Алып, уже ертең ары күні уже саламыз, Құдай қаласа ходовкасына енді көшеміз. Міне біз бұл реставрацияны Red Scorpion, реклама емес, просто қай жерде істегенін көрсетейін деген ғой. Осы жақта міне Золотой дракон деген андай реставрационный цех дейді, ана бұрышында. Сол жаққа жасаттық, қазір көреміз қандай күйде екендерін. Салим блокпен тяга, кетіп жатыр шара. Қандай нәрселердің бар, жасадық реставрация. Бірақ мен сайлен блоктарын өзімдікінде реставрациялауға болатын еді. Оны реставрацияласам 2 тоннадан жоғары ғой менің машинаның несі ауырлығы, ол көтере алмайды деді да. Сол үшін тек шаровый опораларды ғана реставрация жасап, ал сайлен блоктары жақсысын ала сал деді, мен ала салдым. Сайлен блоки нормальный еді? Блоки вроде нормально. Мына менің астыңғы рычагтарым, мынау жоғарғы рычагтары да. Все, қазір ақшасын төлеп алып кетіп, ертең ала қаласа қойғызамыз барлығын. Оған дейін пневмамен и артына мост табу керек. Бізбен бірге до конца болыңыздар, бәрінің бағаларын қалай жасау керек екенін айтып отыратын боламын. Ал міне тағы да күн атып, біз тірліктерімізбен шықтық. Қазір барып Нұрекеңді алып кетеміз. Мен мастерім көлікті жасап жатқан, сол кісіні алып, қазір бірге барып машинаға мост қарайтын боламыз. Разбордан өте аз пробегпен жүрген машинаның мостын қазір соларға звондап пневма сұрайық, пневма бар ма, жоқ па. Кеше бір пневма барып қарадым, ол жағдайы менікімен бірдей-ақ екен. Новыйын заказ берсем, оны 3 апта күтем, сол үшін жақсы вариант шығып қала ма деп қазір разбордағыларға звондайық. Мүмкін өте аз пробегпен 20 000, 30 000 пробегпен алып келген саймандары бар шығар. Қазір мостқа звондап, біз қазір Құдай қаласа барамыз. Мосттарды дайындап қойыңыздар. Тағы да пневма және де стабилизатордың стойкасы бар ма деп сұраймын.
Мына жақта форс-мажор болып жатыр. Мен келісіп қойғам, бүгін келіп қараймыз деп мостарда. Ана Нұреке уже барып қойыпты ол жерге. Ай дала ғой. Осталось 200 метров. Ай дала, короче. О, барахолканың ар жағы. Сөйтіп Нұреке келіп айтады, аналар вообще жоқ дейді. Нелер заборлар жабық дейді. Мен звондасам, телефонды алмай жатыр. Нұрекеде уақыт жоқ, ол кету керек. Қазір қалай қыламыз, не істейміз? Вы приехали. Келіп тұрмыз. Ашпайды ешкім. Не айтасыз бұндай адамдар жайлы? Айырла қалан ана бастан келді. Телефон өші. Телефон өшіп тұр, 2 машинамен келдік еще. Келісіп қойғанбыз. Звонок бармайды. Интернеттен сообщение бармайды. Не айтасыздар? Мен өзім өте пунктуальный адам. 0000 деп барып тұрамын негізі. Қалай бұндай кісілермен, бұлар қалай жұмыс істейді вообще таңғалам. Короче, мынау разбордағы кісінің әйеліне звондады. Әйелі алмады, сосын баласына звондады. Әкең қайда деп, сөй ұйықтап жатыр дейді. Оятсайшы, мына жақта клиенттер келіп тұр ғой дейді. Енді қазір ұйықтап жатқан адамнан аламыз. 10:30 болды. Қақтың 10:30 сағат? 11:30 болды сағат. Да, подождем. 5 минут. Спасибо вам. 5 минут күтетонда дейді біз. Жоға кіргіміз келіп тұр, прям кәдімгідей деген. Ата Гленкамен қалай жеге. Лобовой ауысты. Номер атына әлінді. Міне. Терезелері кайф. Конверстеп тұр. Лобовой ауысқан. Енді тек решетканы ауыстырсақ сыртынан. Все, міне. Қожайыны келді. Нұреке кіріп кетті. Естіп, бір разбор аралап жүреміз. Кеше бір разборға барып, пневма қараған. Пневма жарамайтын болды. Лучше новойын ала сал дейді. Новойын просто заказ беріп 2 апта күту керек та. Мен бір істегенде сразу сөйтсең деген ғой бәрі. Забаррикадирован. Как? Забаррикадирован. Ну, Из колодезная коробка есть? А пневма есть у вас на нее? Пневмобаллон. Пока ананы табам дегенше кетіп көріп қайтайық не бар екенін мына жақта. Шаң отбасы кеткен қалай жүреді деген сұрақ туындайтын шығар бірден. Тух, мына темірінің әдемісін-ай. Че там Нұреке? Өйстіп алып ана жерге шығарып қойса болады ғой. Білет келетінімізді. Это он даже көрінбейді ғой, үстіне бәрін жауып. Қазір қалай тексереміз оны? Күтейік. Оңай емес, машинаны идеал қылу. Жүресің. Бүкіл уақытын кетіріп. Все, міне пневманы алдым. Енді Құдай қаласа тек қана мост қалып тұр ғой. Міне жаңа өздеріңіз көргендей мост келмеді, екеуі де Дорестікі. И одан кейін шығып мен Алматыда Жарокова, прям Аль-Фарабиге бір көше жетпей Жароковада сол жағында Турандот ресторанның астында мост жасайтын Костя деген жігіт бар екен. Тек қана мостпен айналысатын. Соны іздеп бар, номер жоқ қой телефонына, сөйтіп іздеп барып, анау қаланың ана бетінен келіп, Костяны сұрасам, Костя кеше отпусқа шығып кеткен, бір аптадан кейін болады дейді, прикиньте. Енді Нұрекеңнің өзі қарап, ішіндегі не детальдары жетіспейді, несі бұзылып тұр, соның барлығын айтады. Америкадан заказ беріп, Құдай қаласа 2 аптадан кейін қоятын боламыз. Алиға қайттан келіп аласың ғой? Бізде камера. Бұл маған негізі айна алып қойған ғой, андай задний камера, алдында екеуміз таңдап видеомен алған едім. Сөйтіп, короче, мен келгенше сатып жіберген ғой біреуге. Таудасы күшті жүріп жатқан ғой. Короче, енді екеуміз неге бара жатырмыз? Кондер бар ма екен деп уайымдап келе жатыр. Кондер бәрі бар ғой, брат. Жесім жақсылап тұршы. Ялянға бара жатырмыз, короче. Алидің жесімен. Қазір мынандай айна аламыз, задний камера арып бер. Қандайлар бар екенін көрсетіп, айтып, кеңесімді беретін болам қазір. Ялянға жетіп алайық.
арзан аласың дейді, прям арзан, қаншалықты арзан екен көрейік. Мына жақта 22 мың далбастар тұр. И 34 мың деді, қанша деді алдында нені? 35 деді. 35 деді, ё-май, осымен 15 мың теңге қосамыз, сонда қазір көреміз соны. Анықтаймыз. Алидің жесі аман есен алып келді бізді. Келдік. Қай жерде? Ана Шихан Көккүмбек болып көрініп тұрады екен, лабовый, прям андай. Ертең Гай, май. Кеп тұрмасын. Специально Бізде бізде дружелюбный нелер қарайды андай оқырмандар. деген өте көп 500 теңгеге алып басыма киіп алып киім деген шашып жатыр бұл жерде мүмкін біреуге жұқа мүмкін біреуге қалың бәрің алың әжеміз сосын біздің мамамыз бәрі келіп осы жерден киім алады сенбесең маған қара таңертеңнен кешке дейін базарда екен бизнес досыңмен еріп барып өзіңе киім іздеш үстіңе киш ұнамаса шиш айтатын сөздер арзан іздейш табылады іздеш Зеркало покажи, брат, зеркало. Сколько раз зеркало покажи. Помнишь, пионер? Пионер. Почем они? 25 тысяч, 24 тысячи. А? Ой, дешевле же было в тот раз? Туда-сюда курс же поднялся. А из-за курса? Блин. Мына жігіттер мынандай аласыңдар ғой, короче. Осындай салайын деп жатырмын. 25 дейді. Мынау чисто танысымыз деп берді. 23 мыңге, а так Каспийде бұлар ең жақсы осы Т-17 екен. Егер қоятын болсаңдар жеге. Сонша саудалашып жатып, 2000 теңге әрең түсірдік. И то оның өзін 500 теңгесін кейін бересіңдер деп қышты бе? Кейін қос жүресіңдер де. Енді ойлам, мына жаққа таксимен келген, мысалы көбісі таксимен жүреді шығар біздегілер, машиналар көбісінде жоқ қой, мысалы. Таксимен келетін болсаң, сол 2000 теңге таксимен ақ шығып кетеді ғой. Су ішесің соны қайтасың. Су ішесің сонымен дөңер жейсің да қайтасың ғой, короче. Действительно Карсида ценасы Қымбаттау. Карсида өте қымбат, бірақ Каспийдің өзінде 29 мың теңге деп тұр ғой. Каспийдегілерге звондап, өз бағасына бер десеңдер, олар береді негізі. Каспийсіз ақ андай. Звондайсың да номерін тауып. Рассрочкасыз әшін просто прямой звондайсың да, бар ма сіздерде наличие, мен алам десеңіздер, олар түсіріп береді. Сонда жүрмейсіздер өйстіп, шіріп келіп, просто сіздерге соны көрсетіп отырмыз, Иә. Ринат деген біздің электрик бауырымыз. Багажит ма? Ринат деген оны артық екен ғой, Яха, ұйықтап барады екен президенттер. Президенттер сауалады екен да ішіне қарағанда. Маған оның несін өзі ауыр ма кәдімгідей? Бүкіл нәрсесі ауыр ғой. Елдер iPhone сатып алып, бүйтіп ашып жатады андай сатып. ASMR жасап, па? Бүйтіп аккуратно бүйтіп ашып жатады. Интерьерді бұзбау керек қой, сол үшін әмін жүріп қойын, бірақ камерасыз болмайды, үлкен машина шешкен. Ой, бай. Сүртетін қарсайсың, сүртетін. Қоқ қояр, ой, өткеш. Салон шешауын. Ринат брат айтатынан клипсаларының өзі бөлек қой дейді. Басқалардықын андай шешетін съемникпен шығарасын, мынаны плоскогубциямен шығарып жатырмын ғой дейді. Қазір ғана бір оқырманымыз келіп кетті, машина дерзкий екен деп, Мен түсірмей ақ қойшы бірақтан брат дейді. Танып келіп отырмын дейді. Көріп кетейінші деп дейді. Бағасын беріп кетті, дерзкий деп қояды. Тоқтардың бәрі мына бетімен келіп тұр. Мына фишкалар неңкі, задний ходтікі екеуі. И тоқ мына жақпен келіп, мына жақпен кетіп тұр ғой. Сальник, печка крайник, отвертка или шестигранник қолымда менің 17-лік накидной гайкілерді ағытамын против часовой 20 сатып алып келші ВД-40 родной ең соңғы Мә бетім май болып кетті, мына қақа май болып жүр. Бетім ұстаған жоқ па? Бетім май болып кетті бізге. Тоғымыздың өзі айна ең ұзын деп алдық қой, біз соның өзі жетпей қалайын деп тұр ғой. Осы ма екен? Осы екен ғой. Қалай аталады? Кіріп отыр ғой, 31-57 деген. Макгрегор сол екі қолымен екен, тық-тық. Үстімен кетіреміз енді? Үстімен кетіреміз. Үстімен бұзбай ма интерьерді? Бұзбайды, флайсаға тоже. Спокойно жалғана салады. И бүйтіп кейле салады, чыққызып. Менің айнам бірақ үлкен екен,
Иә? Айнадан енді тұрсын. Естіп, целый тағы да күнім өтіп жатыр. Қанша күнгі контентті беріп отырмын, сіздер көрдіңіздер ма? Күнделікті. Әлі мына рычагтарды салған жоқпын, ертең барып осы рычагтардың барлығын салам. Стойки стабилизаторы, воздушный фильтр, ана жерде пневма жатыр. Мына жерге лампочкалар салып қойдым, задний ходқа, міне 2 лампочкасын ауыстырып қойдым. Задний ходтың лампочкалар. Айтамайым жеге сендер үшін барлығын көрсетуге тырысып жатырмын. Қанша кеткенін айтуға барлығы. Ана сыртып отырмын алделшары. Әні бірінші қосылу басталды. Задний камера әлі қосылмады. Передний камера қосылды. В общем, енді Құдай қаласа артыңғы камера бар, алдыңғы камера бар. Парктрониктарым жұмыс жасайды. Не керек одан басқа? Bluetooth бар, музыка қоям, комфорт, кайф. Ішін салонды істеймін Құдай қаласа. Дисктарын красить етіп жатырмын. Ең соңғы момент бояймыз немесе боямаймыз, соны келесі шығарылымдарда шешетін боламыз. Осы жалпы каналды көріп, біліп отырғандарыңа рахмет. Тіркеліп, міндетті түрде комментарий жазып, ойларың жазуды ұмытпаңдар. Ең бастысы барлығы ашық. Қазірдің өзінде машинаға қатты қызығып, кайф деп жатқан адамдар өте көп, бірақ біз идеалға жеткіземіз деген мақсат қойдық. Сол үшін соңына дейін барып, келесі шығарылымдарда одан әрі машинаны әрлей беретін боламыз. Мерседес, меня возит ночью Мерседес. К остальному пропадает интерес. На тебя я подсел, на капоте прицел, на капоте прицел. Біз өйстіп машинаны бітіп атқан кезде міне самый лучший оператор, монтажер, қазір программасын Асыл Амық Асыл деген келді. Өзінің 210-й лупарымен. Не деген проект міне, құдайым ау. Не деген окрас міне. Ішіне полностью обшивкаларын істеген болатын. Состояниясы от. Асыл не дейсің? 3-2. Өзінше 5 миллион дейді машинасын. 5 миллион дейді деп қоятын машинасын. Асыл өзінің ең сүйікті кайф машинасымен буфер орнатуға келді, сабвуфер. Ассалаумалейкум. Сен оны қараш, мен түсіріп жүрмін, өзім түсіріп жүрмін. Сабвуфер колонкасымен, как положено. Қайырлы таң қазақ елі депші. Линкольннің Алла қаласа дисктарын боятатын боламыз. Өзінің сұрт түсіне Бұрақан түн қараңыздаршы жағдайын. Қандай болып кеткен жағдайын. Бәрі осында, бәрі алдыда, артыда. Кешір мені жаным, сені түсіне алмадым деп тұрған дистермен. Қалпачоктарымен бірге боятам. Алла қаласа. Мына өзінде көрдіңіздер ме, жылтыр бар. Алмазына шлифовка бар андай. Бетін шандай. Мына жақтары кәдімгі серебряный сұр. Төртеуінің де жағдайы осындай. Сол себепті қазір топ дискке алып барамыз да. И дисктарымызды қалдырамыз. Дисктарымыз мен вообще машинаны қалдырып кетем. Оларды көтереді да, дөңгелегін шешіп алып, сосын жасап, қайтадан орнына демонтажбен, монтажбен келтіретін болады. Төртеуінің де жағдай мәз емес, көрдіңіздер ме? Анау Генри Форд айтқан секілді, диск деген ол машинаның 80% әдемілігі дейді. Сол себепті 80% әдемілігіміздің түрі осындай болыпты. Танымастай өзгереді Құдай қаласа. Айтпақшы, менде автозаводканы істетіп қойыппын ғой. Автозаводка істетіп қойдым. Мені машина өшіп қалды қазір. Оталдырып тоңатасың деп ұмытып қойдым. Ал, бисмилля деп барып дисктарды боятып. Құдай қаласа, кеттік. Міне келдік. Байтұрсын мен Қазыбек бидің қиылысында орналасқан топ диск. Міне мына жаққа бір айналып келсем, дисктарының барлығын шығарып қойыпты. Қазір бұларды бояуға алып кетеді. Міне мына үшеуінің жағдайы, жағдай деген әдемілігі емес, жалпы дисктардың состояниясы да жағдайы жақсы. Бір диск кішкене қисық екен. Міне қазір қарасаңыздар. Көрдіңіздер ма, сәл секіріпті да, прыгай да немного. Удар был. Мынаған жақсы удар болған екен, сол себепті бұл кішкене қисық екен. Бұны біз дұрыстаймыз. Да, подправим. Выровняемся идеально. Ага. Выравнивать етеміз, идеально қыламыз. Резиналарым өте жақсы дейді. Құдай қаласа, одан кейіннен алып кетіп, бояп, қайтадан алып келгеннен кейін қарайтын боламыз ендеше. Удачи вам, сәттілік.
Короче, түнделетіп маған звонок келді, сенің дисктарың дайын болды деген. И мен дәл қазір мына топ дискқа келдім и өзімнің дисктарымды көргелі жатырмын. Құдай қарасаңыздаршы, өткізген кезде қандай болып еді, қазір қандай болып тұр. Дерзко. Как тебе, брат? Четко. Или все-таки черную надо было, вот эти внутренности? Резко, да? Это резко, да. Как думаешь, внутренности, может, черные надо было сделать, да? Да, можно было бы, неплохо было. Ну, мне все твердили, давай серую. Машина типа под ретро. Ну, шапочектары. Линкольн дегенде значоктарын бәрін тақып береді. И одан кейін мынаны қараларын өзін сүрші керек. Әдейін бәріне мынандайлардың жаңаларын салып жатырмыз. Бәрі жаңаларын. Да, видел, брат. Мына Дима, айтшы, қанша болады осындай услуга? Сколько будет стоить такая услуга, если кто-то вот напишет, придет? Нет, серьезно, скажи, вот сколько все вот это выходит? Давай сейчас я посчитаю. Давай. Как клиенту, да, имеется в виду, на восстановление будет примерно 120-130 тысяч. Там от сложности будет зависеть. Ага. Потом любой диск и любой сложности можно восстановить, сделать. Не укрепит, не укрепит. Ага, чем покупать, можно восстановить, зато в оригинале также они будут красивые. И дешевле будет, да? Дешевле намного будет. А если вот без алмазной, вот мы нарезки без сделаем? Без алмазной нарезки, просто в полимер. Ага. Так, 17, ну в районе 55-60 тысяч будет. 60 тысяч будет 17 диски? Да. 18-19 будет? 18-19, 65, где-то 67 тысяч. 67 мың теңгеге сіздер мына түске көрдіңіздер ғой, осы түске бояй аласыздар. Мынандай бетінде нарезкасы жоқ, мынандай жылтыр хром сияқты кесілген нарезкасы жоқ. Жай мынандай боятып алам и бүкіл қисықтардың барлығын қалпына келтірем десеңіздер 70 теңге шығады екен. 18-17-ші 18-19-ші 17 болсын 60 теңге шығады. Ал егер мынандай бетіне мен сияқты жылтыр сетем десеңіздер, онда 120 мың теңгеге түсесіздер, 120 тысяч теңге с нарезкой. Да, с нарезкой. Вот, көрдіңіздер ғой, негізі 300 мыңға, 400 мыңға дисктеріңіздің қанша тұратынына байланысты китайский тұрған жоқ шығар, сіздерде 200 мың теңге тұратын қымбат диск болса, өйстіп қалпына келтірген өте ыңғайлы. Топ дискқа келесіздер, смело Димаға звондайсыздар, да, Дим? Да, здесь что было сделано, где-то были сильные коцики, пришлось наварить аргонной сваркой. Ага, аргонный сваркамен сонда шофты коцықтарын бәрін кетірдіңіздер да, и барлығын ровно қылып шыққаннан кейін ғана бояды ғой, получается. Көрдіңіздер ғой, машинаны идеал қыламыз дедік, идеал қыламыз. Агей! Гарантия, смело. Түнделет. Возьми-ка фонарик. Түнделет сауатқаннан кейін сіздерге әті дисктардың қандай екені көрдім. Сол себепті мен просто күн болса да алып кете берем дегеннен кейін маған салып беріп жатыр да істейді. Мына дисктарының барлығын боятып болып, жылтыратып алып келіп, дәл қазір автоэстетикаға келді. Неге десеңіздер, құдай қаласа, біз салон жасайтын боламыз, иә, брат? Да, давай. Не жасаймыз, айтып бер. Ну, смотрите, для начала сделаем хорошую химчистку, потому что машина грязная очень. Сделаем химчистку, потом уже после химчистки будет видно, где какие моменты нужно отреставрировать, где какие моменты, как вот такой дерматин, он как бы по идее не реставрируется, его лучше перешить. Вот это руль железный уже 100% будем перешивать. Рульді көрдіңіздер ма? Рульді перешивать ететін болдық. Дерзкий қылып өзінің түсіне, Алла қаласа. Одан кейін мынандай царапиналары бар, сырылған жерлердің барлығын құдай қаласа кетіретін болады. Басқасының барлығы химчистка, мынан бәрі қап-қарасы, бұл кір ғой, мынан бәрі кір ғой. Қанша жылдан бері жиналып қалған кір да? Да, құдай қаласа, сделаем, все четко будет. Әппақ болатын шығар, да? Почти как салонда будет. Салондағыдай болады дейді. Енді құдай қаласа, келесі шығарылымды міндетті түрде күтіңіздер. Келесі шығарылым толықтай автоэстетикада болатын болады. Қалай жасалады, қалай не істейді, барлығын сіздерге әрбір элементтің қалай шығарылып, қалай қалпына келтіріп жатқанын бәрін көрсететін боламыз. Қоштаспаймыз. Аман сау болайық.